Ал қазір Таласбек аға, заман басқа. Қазір жазушылардың ешқайсысы қаламақы алып жатқан жоқ. Керісінше өз қалтасынан төлеп кітабын шығармасақ, қаламақы төленбейді бұрынғыдай. Қазір не себеп болады дейсіз жастардың әдебиетке келуі? Қазір мысалы бір себебі бар. Ол шын әдебиетші болуы мүмкін да. Мысалы ешқандай пайда таппайтынын біледі, кітабын ақша алмайтынын біледі. Бірақ инстинкт адамның тіршілік иелерінің бойында болатын бір инстинкт болады, мысалға айтайық. Сол сияқты жазуға деген бір түсініксіз бір ықылас пейіл адамда болады, жазсам деген. Және сол шын әдебиетші, жақсы жазушы болуы мүмкін, жақсы ақын болуы мүмкін, мысалға айтайық. Ал енді бір адамдар бар. Қазірдің өзінде амалын тауып ақша тауып жүргендер болады да. Қазір осы ешкімге ештеңе төлеп жатқан жоқ. Тендерге түсудің өзі қиын. Мысалға, тендерге түсу үшін жазушылардың рұқсаты керек екен. Онан кейін барған күннің өзінде жеңесің бе, жеңбейсің бе, әлде құлақ баласың, оны Құдай біледі да. Соның өзінде жол табатын бір керемет пысықтар болады да. Енді үшінші себебі нанбауы мүмкін, күлуі мүмкін да. Мына әдебиетке ең адал адамдар нелер ғой? Графомандар. Оларға мына әдебиеттің мағынасы ештеңенің керек жоқ. Оларға мына қаламының астынан жазудың шығып жатқаны, әріптердің бүйтіп дөңгеленіп, сол қызық, процесс қызық та. Олар ешқашан жазған ешқайда апармайды, апарса басылмайды, ешқашан жолы болмайтынын біледі. Бірақ жазуын ешқашан тоқтатпайды. Және жазғандар түкке тұрмайды. Міне осындай контингент.